Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерге бәріміздің асханамыздан табылатын, бірақ денсаулыққа өте пайдалы тағамдар жайлы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Балық көздің көру қабілетін жақсартады, зат алмасуды қалпына келтіріп, жүрек-қан тамырлары жүйесін нығайтады. Балықтың еті артық салмақ қоспайды. Сол себепті көптеген диетологтар буға және суға піскен балық етін жеуге кеңес береді. Тек ол үшін жақсы балықты таңдай алу керек және жақсылап қуыру және пісіру керек. Әйтпесе оның құрамында паразиттер болуы мүмкін. Қақталған және шикі балықтан сақ болыңыз. Балық етінің құрамында дәрумендер өте көп. Ол сүйектің, тістің нығаюын қамтамасыз етеді, мидың жұмысын жақсартып, күйзеліс пен шаршауға қарсы тұра алады. Күнделікті тағамға пісте майын қолданып жүрсіз бе? Ол өте зиян. Оның орнына пісте майын зәйтүн майымен алмастырыңыз. Зәйтүн майын атақты Ибн Синаның өзі өз еңбектерінде жариялаған екен. Оның пайдасы ұшан теңіз. Зәйтүн майының құрамында А, Е, Д, К және Б тобының витаминдері, магний, темір, кальций және марганец бар. Ол тамаша антиоксидант. Антиоксидант дегеніміз денедегі улы заттарға қарсы тұра алу қабілеті. Зәйтүн майы тамаққа деген тәбетті бәсеңдетеді. Мынадай бір қызық ақпарат бар. 2017 жылы Испанияда ғалымдар 7000 студентке зерттеу жүргізеді. Оның барысында әрбір студент 7 ай бойы бір ас қасық зәйтүн майын салаттарға қосып жеп отырады. Қосымша спортпен де айналысады. Нәтижесі керемет. Арадан айлар өткенде сол студенттердің 95%-ы 10-15 келіге дейін артық салмақ тастаған. Зәйтүн майы тізе және буын ауруларына, аллергияға қарсы тұра алады. Күнделікті салаттарға зәйтүн майын қосып жесеңіз, ол іш қатудың алдын алады. Зәйтүн майы қант диабетіне қарсы тұрып, қандағы қанттың көбеюіне қарсы ықпал етеді. Инфаркт және жүрек ауруына қарсы тұрады. Сарымсақ, ежелгі Мысыр, әлі ешқандай техника дамымаған. Адамдар пирамиданы қолдан тұрғызып жатыр. Тонналаған тастарды көтереді. Сөйтсе жұмысшыларға күн сайын күш-қуаты сарқылмас үшін үнемі сарымсақ беріп отырған екен. Сарымсақтың құрамындағы фитонцид вирус пен бактерияға қарсы тұрады. Күніне бір бас сарымсақ жеу витаминдер мен минералдарды толықтырып отырады. Ол тері астындағы майларды кетіріп, асқазандағы паразиттерді жояды. Сарымсақ антиоксидант, өмірді ұзартады, иммунитетті көтеріп, тұмау мен суық тиюге қарсы таптырмас құрал. Кәріс халқы ұзақ өмір сүретін халық болып табылады. Сөйтсе олар сарымсақсыз тамақ жемейтін көрінеді. Олар сарымсақты тамаққа турап, тұздық ретінде салаттарға қосып жейді. Тіпті кішкентай балалардың өзі кішкентайынан сарымсақты жеуді үйрене бастайды. Жаңғақтар. Жаңғақтың барлық түрлері адам денсаулығы үшін өте пайдалы. Гректерге эксперимент жасапты. Олардың басқа ел тұрғындарына қарағанда жүрек ауруына өте аз ұшырағаны белгілі болыпты. Сөйтсе олар грек жаңғағы мен зәйтүн майын көп қолданады екен. Жаңғақ ми жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады. Қандағы қанттың мөлшерін төмендетеді. Құрамында йод көп болғасын, қалқанша без ауруына қарсы тұрады. Жүйкені қуаттандырып, қан айналым жақсартады. Өтте пайда болған тастарды ерітіп, сыртқа шығарады. Бет терісін ажарландырып, ағартады. Бұршақ тұқымдас дақылдар. Олардың кейбір түрі осыдан 8000 жыл бұрын пайда болған. Үрме бұршақтар мен ноқатты көбірек пайдаланыңыз, өйткені олардың калориясы жағынан етпен теңеседі. Оның құрамында амин қышқылдарынан бөлек макро және микроэлементтер өте көп. Жасыл бұршақтар зат алмасуды реттеп, қаназдыққа тамаша тағам болып есептеледі. Үрме бұршақ өттегі тастарды жібітеді. Оларды пісіру барысында отта қанша қайнатсаңыз да витаминдерін жоймайды.
Бұршақ тұқымдас дақылдарды күніне 100 граммнан артық қолдануға болмайды. Өйтпеген жағдайда ол асқазанда ұзақ тұрып, қорытылмай қалуы мүмкін. Үрме бұршақтарды дұрыс пісіру үшін алдымен 7 немесе 8 сағатта салқын суға жібітіп қойыңыз. Бұл тағам түрлерін іш қату және бүйрек ауруы бар адамдар барынша қолданбағаны дұрыс. Оған қияр, көкпияз, қаймақ және жұмыртқа қосып, дәмді салат әзірлеп жесеңіз болады. Шоколад дегенде дүкен сөрелеріндегі түрлі шоколадтарды айтпаймыз, себебі олардың құрамында түрлі консерванттармен қоса қант, майдың көп мөлшері кездеседі, ал ол ағза үшін өте зиянды. Нағыз таза шоколадтар арнайы дүкендерде сатылады, және олардың дәмі кішкене ащылау, тәтті еместей көрінеді, бірақ оның құрамында витаминдер мен минералдар өте көп, және ол адам ағзасы үшін өте пайдалы. Асқабақ пістесі, ол цинк элементтерінің қайнар көзі, бауырға өте пайдалы. Асқабақ пістесін жиі пайдалансаңыз, бауырдағы улы заттардан арылтып, минералдарға толықтырады. Сонымен қатар асқабақ пістесі ер адамдар үшін өте пайдалы. Сәбіз А дәрумендерінің қайнар көзі. А дәрумені көздің көруін жақсартып, терінің тегіс болуына өз ықпалын тигізеді. Сәбіз антиоксидант. Сәбізді қанша қуырсаңыз да, пісірсеңіз де өз бойындағы дәрумендерін жоймайды. Әсіресе бала кезіңізде сәбізді көп жесең, бойың тез өседі деген тіркесті көп естіген шығарсыз. Сондықтан сәбізді шикі күйінде де, шырын ретінде де балаларға көптеп беріңіз. Қырыққабаттардың барлық түрі адам үшін өте пайдалы, себебі олардың құрамында клетчатка өте көп болады. Негізінде әрбір адам күніне 30 грамм клетчатка пайдалану керек екен, себебі ол асқазан ішек жолдары үшін өте пайдалы. Біздің елімізде теңіз көп болмағандықтан, еліміздегі көптеген адамдар йод тапшылығымен ауырады. Сондықтан теңіз қырыққабатының құрамында йодтың мөлшері өте көп болғандықтан, көбінесе теңіз қырыққабатын қолдануға кеңес береміз. Ал түсті қырыққабаттың құрамы С дәрумендерінің тобына өте бай. Қызылшаның құрамындағы кальций сүйекті қатайтып, тістің беріктігін арттырады. Қаназдыққа таптырмас тағам, шаршауды басып, іш қатуды да төмендетеді. Қызылшаның құрамындағы А, С және Е витаминдер адам ағзасы үшін өте пайдалы. Қызылша шырынын ішкен адамның шашы түсуі төмендейді. Ол қан қысымын төмендетіп, бауырдағы токсиндерді сыртқа шығарып отырады. Қызылшаны іш өткенде сусамыр ауруына шалдыққан адамдарға пайдалануға кеңес берілмейді. Құрметті көрермен, пайдалы тамақтанып, өз денсаулығыңызды күтіңіз. Айтпақшы, осы видеомызды міндетті түрде таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.